Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызда 2-ші сынып 72-ші сабақ көбейту амалының компоненттерімен танысатын боламыз. Бірінші тапсырмада 3 санын аттай отырып 12-ге дейін сана. Санайтын болсақ 3 болады. Енді оған тағы 3 сан қоссақ 6 болады. 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. 9-ға 3-ті қоссақ 12 болады. Келесі 4 сан аттай отырып 24-ге дейін сана. 4, 8, 12, 16, 20 және 24 болды. Келесі тапсырма. Өрнектерді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Олардың мәнін тап. Бірінші, 4 көбейтілген 2 дегенім, ол 4-ті өз-өзіне 2 рет қосу деген сөз. 4-ті 4-ке қоссақ, ол 8-ге тең. Сонымен қатар 4-ті 2-ке көбейтсем де 8-ге тең. Келесі, 5 көбейтілген 2 дегенім, 5-ті өз-өзіне 2 рет қос деген сөз. 5-ке 5-ті қоссақ та, және 5-ті 2-ке көбейтсек те 10. Бұл деген сөз көбейтуді қосумен алмастырып отырмыз. 6 көбейтілген 3, 6-ны өз-өзіне 3 рет қосамыз. 18 шығады. Келесі 3 көбейтілген 3. 3-ті өз-өзіне 3 рет қосып шығамыз. 3-ке 3 қосам 6, 6-ға 3 қоссақ 9 шығады. 8 көбейтілген 4. 8-ді өз-өзіне 4 рет қосамыз. 8-ге 8 қосам 16, және 8-ге 8 қосам 16. 16-ға 16-ны қоссақ 32 шығады. Мына жерде қосу. Келесі 9 көбейту 4. 9-ды өз-өзіне 4 рет қосамыз. 9-ға 9 қосамыз 18. 18-ді 2-ке, 18-ге 18-ді қоссақ 36 шығады. 9-ды 4-ке көбейтсек те, және 9-ды өз-өзіне 4 рет қоссақ та 36 шығады. Келесі есеп, үлгіге қарап, қосуды көбейтумен алмастыр. 6-ны өз-өзіне 3 рет қосу деген сөз, 6-ны 3-ке көбейту деген сөз. 6-ны 3-ке көбейтсек те, 6-ны өз-өзіне 3 рет қоссақ та 18 шығады. Келесі, 9-ды 9-ға қос деген, 9-ды 2-ке көбейт деген сөз. Мәні 18-ге тең болады. Келесі, 7-ні өз-өзіне 4 рет қос деген сөз, 7-ні 4-ке көбейтіп жазамыз. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 шығады. 8-ді өз-өзіне 3 рет қосу, 8-ді 3-ке көбейту деген болады. 8-ді 3-ке көбейтсек 24 шығады. Түсіндірме жүргізіп жіберейік. 4-ті 4 көбейту 3 түріндегі өрнекті көбейтінді деп айтады. Мұндағы 4 пен 3 дегендеріміз ол көбейткіштер. 4 көбейту 3 ол тең 12, ол теңдік болып табылады. 12 саны көбейтіндінің немесе өрнектің мәні деп аталады. 4, 3, 12 көбейтудің компоненттері. 4-ті 3-ке көбейтсек 12. Оны былай оқуға болады. 4-тен 3-ті алғанда 12 шығады. Немесе 4-ті 3-ке көбейтсе 12 шығады деп айтуымызға да болады. 4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 12-ге тең деп айтуға да болады. Және 4 санын 3 есе арттырсақ 12 шығады. Міне осыны балалар есте сақтап, жақсылап оқып алайық. Келесі есеп. Бірінші
көбейткіші 4-ке, ал екінші көбейткіші 5-ке тең көбейтінді жаз. Бірінші 4-ті көбейтейік 5-ке тең. Енді осы жазған көбейтіндіні қосу амалының көмегімен оның мәнін тап. 4-ті 5-ке көбейт деген, ол 4-ті өз-өзіне 5 рет қос деген сөз. 4-ке 4 қосам 8, 8-ге 4 қосам 12, 12-ге 4 қосам 16, 16-ға 4 қосам 20 болады. Келесі есепке қарайық. Суретке қарап, қосындылар құр. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен алмастырып, өрнектің мәнін тап. Және одан қорытынды жаса. Бізде мұнда 3 элемент бар, және мұнда 3 элемент бар. Бұларды бірінші қосынды түрінде жазып алайық. Бірінші 3 қосылған 3. Ол тең. Енді осыны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 3 көбейтілген 2 болады. 3-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 6 шығады. Екіншіге жазайық. Екінші, бізде барлығында 2 элементтен бар екен, мұнда да және мұнда да. Бұларды қосынды түрінде жазып алатын болсақ, 2 қосу 2 қосу 2 болады. Бұны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 2 көбейту 3 болады. 2-ні 3-ке көбейтсек, мәні 6-ға тең деген сөз. Алдымызда 2 қорапша берілген. Олардың әр қайсысында 3 қамшыдан бар. Қорапшыларда барлығы қанша қамшы бар? Міне мынаның қасында тағы да бізде бір қорапша бар. Осындай 2 қорапша берілген. Мына қорапшада 3 қамшы болса, екінші қорапшада да тағы 3 қамшы бар. Енді жалпы қорапшаларда барлығы неше қамшы бар екенін табуым керек. Демек, 2 қорапшадағы қамшылардың санын бірінші қосынды түрінде жазып алайық. Бірінші қорапшада 3 қамшы бар, екінші қорапшада 3 қамшы бар. Енді оны көбейтіндімен алмастыратын болсақ, 2 көбейту 3 көбейту 2 деп жазамыз. 3 көбейту 2 деп жазамыз. 3-ті 2-ке көбейтсек 6. Жауабы қорапшаларда барлығы 6 қамшы бар. Келесі есептемей-ақ салыстыр. Қарап тұрсақ, 2 мен 7, 7 мен 2. Ол екеуін көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген осындай қағида бар. Сол бойынша бұл екеуі тең екендігіне көз жеткіземіз. Сонымен қатар екінші өрнегіміз де бір-біріне тең болады. 6-ны 7-ге көбейткен немесе 6-ны 5-ге көбейткен артық па? Салыстырып көретін болсақ, 6-ны 7-ге көбейткен, әрине 6-ны 5-ге көбейткеннен артық болады. 8-ді 3-ге көбейтіп, немесе 8-ді 3-ге көбейтсек, бұл екеуі бір-біріне тең болады. Келесі теңдеу құр, және оларды шеш. Бірінші өрнек 23 қосыл А, қосындының мәні 38-ге тең. А тең 38-ден 23-ті азайтайық. А тең
8-ден 3 азайтсақ 5 болады. 3-тен 2 азайтсақ 1 болады. Орындарына қояйық. 23 қосу 15 тең 38 шықты. Келесі екінші теңдеу. Екінші теңдеуде x 29-дан 24-ке артық. Біздің белгісіз санымыз x тең белгісіз санымыз x 29, мына 29 санынан 24-ке артық деп тұр. Демек, 29-ға 24-ті қосайын. X тең 3 болады, 4, 5, 53 шығады. Сонда 53 саны 24-тен 29-ға артық. 53 саны 29-дан 24-ке артық болып тұр. Орнына қояйық. 53 азайту 24 тең 29-ға шықты. Келесі есеп көбейткіштері 6-ға және 3-ке тең көбейтінді құр. Қосу амалын қолданып, оның мәнін тап. Көбейткіштері дегеніміз 6 мен 3 деген сөз. Енді оны қосу амалына айналдырайық. Яғни ол 6 қосылған 6 қосылған 6 болады. 6-ны өз-өзіне 3 рет қосатын болсақ, мәні 18-ге тең болады. Келесі есеп. Жіпке 5 түйін түйілді. Қатар тұрған әрбір 2 түйіннің арасы 2 сантиметрден. Жіптің шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болады? Міне осындай жіп берілген, оның арасында 5 түйін түйілген. Және түйіннің әрқайсының арасы 2 сантиметрден. 2 сантиметр, 2 сантиметр және 2 сантиметр. Енді осыларды қосу ретінде жазып шығайық. 2 сантиметр қосылған 2 сантиметр. Қосу 2 сантиметр, қосу 2 сантиметр болады. Ол тең бізде 8 сантиметр шықты. Демек, мына 2 түйіннің арасы неше сантиметр екенін тап деген. 2 түйін, осы шеткі түйіндерінің арасы жалпы 8 сантиметрге тең. Бұны көбейтумен алмастыратын болсақ, 2 көбейтілген 4 болады. 2-ні 4-ке көбейтсек те 8 сантиметр шығады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің 2-ші сыныпқа берілген тапсырмамыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.